Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі ортасы құрғақ болып қалмайтын шоколадты кекс жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, әппақ болғанша көпіртеміз. Біздің массамыз әппақ болып, осылай көтерілуі қажет. Содан соң құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз. Ұнымызды, какаоны және де разрыхлительді салып араластырып аламыз. Содан соң жаңағы дайын тұрған массамызға кезекпен құйып миксерлейміз. Миксермен ұзақ араластырмаймыз, қалғанын лопаткамен араластырамыз. Біздің тестамыздың сұйықтығы осылай болып шығады. Дайын болған тестамызды осылай силиконды ыдыстарымызға құйып аламыз. Барлық жеріне жеткілікті етіп бөліп шығамыз. Қыздар, кексімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің кекстарымыз дайын болды. Арасына қалауыңызша кез келген начинка салсаңыз да болады. Өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Мен бетіне ерітілген шоколадты сеуіп осылайша сәндеп қойдым. Өте әдемі көрінеді. Сіздер де қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.